Баршаңызға сәлем бердім достар. Мен бүгін сіздерге өте дәмді, оңай дайындалатын шетелдік чуду деп аталатын керемет тағамның рецептін ұсынамын. Қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіз. Алдымен чудудың қамырын дайындап аламыз. Ол үшін ыдысқа суды қойып, дәміне қарай тұз салып, жақсылап араластырып, оның бәрін салып, қолға жабыспайтындай жұп-жұмсақ қамыр илеу қажет. Барлық ингредиенттердің толық құрамын видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Мен осы тұста сіздерге қамыр илеудегі бір лайфхакты көрсеткім келіп тұр. Оның бәрін салып, осылай қамырды илеп алғаннан кейін үстелдің үстіне аз ғана ұнды сеуіп, осылай үстелдің үстінде қамырды дөңгелетіп илеу қажет. Үстелдің үстінде қамырды осылай дөңгелетіп илеп жатқан кезде қамырдың қақ ортасынан пышақпен соңына дейін кеспей, осылай кесіп, жақсылап осылай ішке қарай илейтін боламыз. Дәл осылай 2-3 мәрте қайталап илейтін болсаңыздар, қамырдың июі өте тез қанатын болады, әрі қамырды жайған кезде де өте оңай жайылатын болады. Бізде қамыр сәл ғана қаттырақ қамыр болуы қажет. Қамырды илеп болғаннан кейін 30 минутқа тындырып қоямыз. Енді чудудың салмасын дайындаймыз. Асқабақты осындай үкіштен өткіземіз. Үкіш қатты, ұсақ әрі қатты ірі болмауы қажет. Ал пиязды осы видеода көрсетілгендей ұсақтап турау қажет. Енді осы турап алған пиязымызды қызып тұрған табада сәл ғана сұйық майды құйып, қызарғанша қуырып аламыз. Июі қанған қамырды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Ол қанша бөлікке бөлетіндеріңіз сіздердің чудоларыңыздың көлеміне байланысты. Мен 50 граммнан 12 бөлікке бөлдім. Қамырдың әрбір бөліктерін осы видеода көрсетілгенде етіп дөңгелету қажет. Дөңгелетілген қамырларды осы видеода көрсетілгенде сүлгінің үстіне орналастырып, бетін жауып қою қажет. Енді осы қамырларды жаюға ыңғайлы болу үшін 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Оған дейін чудудың салмасын дайындаймыз. Үкіштен өткізілген асқабақты және жаңа қуырып алған пиязды қосып, дәміне қарай тұз, дәмдеуіштерін салып, жақсылап араластыратын боламыз. Егер қаласаңыздар, грек жаңғағын немесе зелень салып жіберсеңіздер де өте дәмді болады. Енді жаңа бөліктерге бөліп алған қамырларымызды өте жұқа етіп, осы видеода көрсетілгенде қалыңдықта жұп-жұқа етіп жаю қажет болады. Жұп-жұқа етіп жайып алған қамырдың үстіне салмасын салып, чебуреки сияқты жабыстырып шығамыз. Қамырдың шеттерін бір-біріне ажырап кетпейтіндей жақсылап жабыстыру қажет. Егер қаласаңыздар, мен сияқты осылай қамырдың артық шеттерін осындай ирелек пышақпен кесіп алып тастасаңыздар болады, немесе жай ғана пышақпен де кесіп алып тастауға болады. Осылай әп-әдемі етіп түйіп алған чудуды матаның үстіне орналастырып, қалған чудуларымызды түйіп алғанша бетін жауып қойып қоямыз. Табаны орташа оттың үстіне жақсылап қыздырып, чудуларды осылай майсыз табада қуырамыз. Чудулар шамамен 2-3 минут уақыт өткен кезде дәл осылай өте әдемі болып үрленеді. Сол кезде чудуларды екінші бетіне аударып, тағы да 2-3 минут қуырамыз. Чудудың қамыры дәл осылай қызарып, әп-әдемі болып пісуі қажет. Қанша уақытта пісетіні ол сіздің табаңыздың қалыңдығына байланысты. Маңыздысы табаның түбі қалың болуы қажет және де антипригарный покрытиемен қапталуы қажет. Біздің чудулар дәл осылай әп-әдемі болып піседі. Чудуларды піскеннен кейін табадан алып, 82%-ға ерітілген майды осылай чудулардың үстіне жақсылап жағып шығамыз. Қалған чудуларды да пісіріп алғанша жақсылап осылай бетін жауып қою қажет. Мінекей, біздің чуду тағамы дайын болды. Өте дәмді, керемет, нәзік болып шығады. Арасындағы асқабақта толықтай пісіп, өте дәмді болады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Ғайша Нұрбекқызы, астарыңыз дәмді болсын.